Педагог маманына көмекші құрал бола алатын жасанды интеллект. Яғни ол бізге қалай көмектесе алады? Сіз берген кез келген мәтін арқылы сұрақтар құрастырып бере алады. Яғни оны қалай жасаймыз? Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріңіз. Және де егер сіз педагог маманы болсаңыз, міндетті түрде осы парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. QuizBot сайтына кіресіздер және де міндетті түрде тіркеліп аламыз. Сол жаққа назар аударсаңыздар, бұл жерде бізде сұрақ деп тұр. Осының үстінен басамыз. Және де бұл жерде көптеген шаблондар көрсетілген. Өзіңізге қажетті шаблонды таңдайсыз. Мен мына жерде создать вопросы деген үстінен басайын. Және де мәтінді алдын ала дайындап аласыздар. Бұл жерде мен осы компьютер туралы алдым, көшіріп аламын мәтінді. Және де бұл жерде бізге 20 сұраққа дейін жасап бере алады. Мына жерге мен 10 сұрақ деп жазайын. Көшіріп алған мәтінді осы жерге вставить етеміз. Қоямыз. Және де төменгі жағында создать батырмасын басамыз. Сәл күтеміз.